Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін мен сіздерге фруктовый салат қалай дайындайды, соны көрсетемін. Ошымен міне, апельсин алдым, бір алма, гранат, 2 груша, алмұрт, 2 банан. Кішкене виноград алдым, қара, тәтті виноградтан. Мынандай живой йогурттан қосып дайындаймыз. Қазір осы жеміс-жидектерімізді турап көрсетейін. Ең бірінші бананымызды турап аламыз. Бананды әркім қалауына домалақтап турасаңыз да болады. Ортасынан бір бөліп осылай қылып турасаңыз да болады. Или мынандай қылып 4-5 топ турасаңыз да болады. Мен осылай 4-5 топ турап алам. Осылай 4-ке бөліп бананды. Бұл өте дәмді салат, әмбеде дәруменге мол салат. Отбасыңызға дайындап берсеңіздер болады, немерелеріңізге. Өте дәрумені мол салат. Күнделікті дайындасаңыз да жалықпайсыздар. Осылай турап аламыз бананымыздың бәрін. Енді алмамыздың сыртын аршып, 4-5 топ турап аламыз. Мен сырт жағын ғана алам, ортасын тастай салам. Оны турамаймыз. Осылай 4-5-ті 4-5 топ турап аламыз. Алмұртымыздың сыртын ашып аламыз. Алмұртымызды да 4-5 топ турап аламыз. Осылай шет-шетін алам да, ортасын тастай салам, турамай. Осындай 4-5 топ турамыз. Енді апельсинімізді аршып алайық. Енді апельсинімізді турап аламыз. Сүйегі болса алып тастайсыздар. Сүйегін тазалап аламыз. Енді гранатымызды тазалап аламыз. Сыртын ашып. Гранаттан көбірек қоссаңыздар да өз қалауларыңыз. Мен өте көп қоспайым, бір 2 қасықтай қосам. Қазір 2 қасық дәнінен қосам. Осы жетеді. Осылай дәнін түсіріп тазалап аламыз. Мінекей құрметті көрермендер, апельсинді, бананды, алманы, алмұртты бәрін турап алдым. Міне гранатымыз тазалап алдым. Шай қасықпен 1-2 қасықтай қосам. Енді алдын ала жуып тазалап қойған тәтті виноградымыз бар. Соны қосам. Мынандай живой йогурт қосамын.
Йогурт қосқыларыңыз келмесе, таза бал мен лимон согын араластырған сироп қоссаңыздар болады. Осылай бір йогуртты бірақ қосамын. Енді араластырамыз салатымызды. Құрметті көрермендер, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Салған видеоларым ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Енді қазір ыдысымызға саламыз. Демлеп. Өте дәмді салат шықты. Осылай дайындаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.